O'Genri'nin San Rosario'dagi do'stlar әңгімесінің қазақ тіліне қайта айту. Bir оңтүстік қаланың орталығында көшеде екі банк орналасқан. Олар көшенің қарама-қарсы жағында тұрғанымен, бір-біріне соншалық жақын еді. Bir банктың терезесінен екіншісінің үстелінде не жатқанын көруге болды. Банктар қатты бәсекелес болғандықтан бір-бірін қарсылас ретінде есептеді. Сол себепті олардың терезелері қалың перделермен жабық тұрған. Екеуінің бірі бірінші мал өндірісі деген банкта Сэм Купер деген адам басқарды. Оның өмірінің басым бөлігі әртүрлі кәсіпке арналған еді. Олардың барлығынан малшы, қасапшы, азық-түлік өндіруші кәсіптермен айналысқанын айтуға болады. Ол бейбіт мамандықтармен айналысса да, жиі Апаче деген индейцтер қарсы қолына қаруды алуға мәжбүр болыпты. Абыройлы адамға айналғаннан кейін Сэм шериф лауазымға тағайындалды. Ол оның орынбасарына Том деген атты адам алды. Сэм мен Том көп өміріндегі сынақтарды бірге көргеннен достары болған. Сэм Томды оның барлық әрекетінде сенімді тірегі ретінде санады. Сол кезде Сэм салықтарды жинауға жауапты болды. Көп ақша жинап, оны темір жәшігіне салатын. Bir күні жәшікті ашып, ақшасымен толы қабы тапқан жоқ. Том та бөлмеде отыратын. Том, ақша қайда жоғалып кетті, деді Сэм. Кешірім сұрайын, Сэм. Кеше ақшаны санаған кезде бізді апачелер шабуылды. Олар ақшасын алып, кең далаға қашып кетті. Менің тапаншамда оқ болған жоқ. Қарсылық көрсете алмадым. Жарайды, Том, саған ешқандай реніш жоқ. Апачелерге барайын, тек көбірек оқ алайын. Сэм өз бөлмесіне қайтып, жаңа жейдесін алғысы келіп, шкафты ашты. Онда ақшаға толы қабы тұрды. Бұл немене, айлады Сэм? Тағы да кешірші, Сэм. Мұны саған түсіндіру қиын екен. Сенің науқасығың бар екен. Оның аты лунатизм. Ұйқында сен ойды араласасың. Ұйқында сен өзі жәшіктен қабы алып, оны шкафына салды. Мен саған еш нәрсе айтқым келмеді. Айтсам, сен маған қалай болса да сенбер едің. Сенің жағдайыңды сен өзің тапқанына күттім. Қазір бәрекелді. Рахмет, Том. Бүгіннен бастап менің саған қарызым бар. Жылдар өтті. Bir күні бірінші мал өндірісі банкіне тексеруді жасау үшін штаттағы ревизор келді. Ол кассада жеткілікті ақша таппады. Бұл лауазымдық қылмысы екен деп ойлады ревизор. Сэмнің кеңсесіне келіп, одан тексеру есебіне қол қоюын сұрады. Ревизордың қатал әрі беделді маман екенін баршаға белгілі болды. Сіз өзіңіз білесіз, кассадағы жетпейтін ақша үшін мен сізді түрмеге жабуға мәжбүрмін. Сізге уақыт бере алмаймын.
Маған сіздің көрші банкіңізді тексеруім де керек, деді ревизор қатып байсалды әрі сергек дауысымен. Жақсы, онда күтіп тұрыңыз. Сізге бір маңызды нәрсе айтпақпын. Бұны тек ғана жарты сағат алады. Менің өмірімде бір досым бар. Жақсы, енді қағазыма қол қоясыз ба? Сэм сағаттан қалтасынан алып шығарып, күтіп тұрыңыз деді. Сол сәтте пойыздың ысқырығы жақын қашықтығынан естілді. Сэм терезеге келіп, пердені кездейсоқ күресімен көтеріп, терезеден қарады. Сосын ол қалтасынан бір нәрсе алып, ревизорға акциясымен толы пакетті қолын созып ұсынды. Кассада ешқандай жетпеушілік жоқ. Қолма-қол ақша акцияларға айналдырылды. Сізге ерте түсіндірейін деп едім, кешіріңіз. Онда бәрі түсінікті екен. Есебімді өзекті түрде қайталап, жазғаннан кейін сізге жіберемін. Сіздің көрші банкіңізде баруым керек. Кездескенше. Кездескенше, деді Сэм. Тағы да пердесіне келіп, терезенен, көрші банктың терезесінен бәрекелді деген жазылған сөзді маңдайшасынан оқып күлімдеді. Бір минуттан кейін тақта отырып, хатшы бұрын берген хатты қайталап оқып берді. Онда: Сэм, ревизорды пойыздың ысқырығын естігенше ұста. Клиенттерімнің қарызға берген несиесі пойызбен жеткізіліп қайталаған болады. Олардың кепілдемесі болмады. Тәуекелді мойындауға мәжбүр болдым. Білесің ғой. Прериядағы жігіттер сенімді екен, бірақ олар былтырдағы жаттауғаннан кейін көп ақшасын жоғалтты. Достарымызды дағдарыста қалдырмаймыз. Достығымыз қиыншылығымызда туынды, өзің білесің ғой. Терезенен бәрекелді деген маңдайшасын көрсесін, ақша банкімізге қайталап жетті. Том.